Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Егер де сіздер түскі асқа немесе кешкі асқа не жасарыңызды білмей жүрсеңіздер, және де күнделікті тағамды түрлендіру үшін осындай тауық етінен өте дәмді тағам түрін жасауға сіздерге қазір көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен бізге осындай тауықтың төс еті қажет болады. Осы тауықтың төс етін менде бұл жерде 1 келіден сәл артық. Мен түгелде қолданамын. Ең алдымен бізге терісін сыпырып алып тастау қажет. Терісі бізге қажет емес. Содан соң тауықтың төс етін осылай дәл видеодағыдай ұзынша етіп, кішкене қалыңырақ етіп барынша кесіңіздер. Мінекей дәл осылай барлығын кесіп шығамыз. Сосын жақсылатып тұрып салқын суға жуып аламыз. Келесі кезекте бөлек бір кішкене ыдыс алып, жаңағы біздің тауық етінің үстіне жұмыртқаның тек ағын саламыз. Ал сарысын алып қаласыздар, сарысы бізге қажет емес. Мінекей ағын алып осы еттің үстіне саламыз. Содан соң дәміне қарай бұрышын саламыз. Сондай-ақ соя тұздығын саламыз. Және де кукурузный немесе картофельный крахмалды да қоссаңыздар болады. Менде кукурузный крахмал және яблочный уксустан да саламыз. Барлығынан да біраз қасықтан салып шығамыз. Енді осының барлығын жақсылап араластырамыз. Және де бөлме температурасына кем дегенде 40 минутқа, ұзақ дегенде 1 сағат, 2 сағат тұрса, тіптен дәмі жақсы сініп, өте дәмді болып шығады. Сондықтан да міндетті түрде сіздерге дәл осы тағам түрін жасауға кеңес беремін. Менде 40 минуттан артық тұрды, 1 сағатқа жақын уақыт тұрды. Осылай мариновкада. Келесі кезекте кішкене шағын ыдысымызға 3 ас қасық соя тұздығын және 1 ас қасық алма сірке суын және 1 шай қасық тола таза табиғи балды қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Сондай-ақ кунжут та саламыз. Кунжут негізі көбірек болуы тиіс. Менде үйде кунжут бітіп қалыпты. Сол себепті барын қостым. Келесі кезекте табамызға майымызды құйып қыздырып аламыз. Бұл жерде менде қаздың майы, сіздер кәдімгі сұйық майға жасай берсеңіздер болады. Енді майымыз қызған сәтте жаңағы маринадталған етімізді саламыз. Және қуырылу барысында араластырып тұруды ұмытпаңыздар, себебі табаңызға жабысып қалуы мүмкін. Бас кезінде осылай жиі араластырып тұрамыз. Етіміз әбден қызарып, қызыл түскенше жиі араластырып тұрамыз. Егер сіздер қатты қызарған қаласаңыздар, барынша отта көбірек ұстап, және екі жағын осылай аунатсаңыздар да болады. Алайда менде уақыт тығыз болғандықтан мен олай қатты барлығын аунатқан жоқпын, бірден барлығын араластырып жібердім. Етіміз пістау деген кезінде жаңағы біздің соя тұздығынан дайындалған сұйықтығымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып бетін жауып, тағы да бір 5 минуттай ұстаймыз. Сол кезде біздің тағамыз одан сайын түсі келіп, дәмі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Сіздермен бірге болған Мөлдір.